Сәлем балалар, келіңдер, қызықты оқиға тыңдайық. Өмір мектебіне қош келдіңдер. Бізбен бірге болғандарың қандай тамаша. Келіңдер, бізге қосылыңдар. Бізбен бірге өте қызық болады. Жол бер. Көлік тұрағына тыйым салынады. Қисық бұрылыс. Ақ және қызыл көрсеткіштер. Мен қайдамын? Менің қайда баруым керек? Тоқта белгісі. Абайла, мұз. Белгілер өте көп, және барлығы әртүрлі. Жол белгілері өте маңызды. Олар жүргізушілерге кедергі жасау үшін немесе олардың көңілдерін аудару үшін орнатылмайды. Керісінше, жүргізушілерді қорғау үшін және олардың қалаған жеріне жетуіне көмектесу үшін орнатылады. Сол сияқты Құдай киелі кітапта біздің өмір жолымызға белгілер қойды. Ол өз өсиеттерін бізге қысым көрсету үшін емес, бізді қорғау үшін қойды. Кім оның ережелерін ұстанса, сол өз жолының соңына сәтті түрде жетеді. Біздің өмір мектебімізге келіңдер. Емтиханды сәтті тапсыратындарыңа мен сенімдімін. Біздің өмір жолымыз қызықты саяхат. Біздің алдымызда 2 жол бар. Біз соның бірін таңдаймыз. Киелі кітап жол картасы сияқты. Ол бізге қайда баратынымызды көрсетеді. Тар қақпадан кіріңдер. Өйткені тозаққа апаратын қақпа кең, жолда даңғыл. Онымен көп адамдар жүреді. Ал шынайы өмірге апаратын қақпа да, жолда тар. Соны біразы ғана табады. Киелі кітап жол көрсететін бағана сияқты. Ол бізге Иса Мәсіх Құдайға апаратын жалғыз жол екенін көрсетеді. Иса былай дейді: жол, шындық және шынайы өмір менмін. Мен арқылы болмаса, ешкім де әкеге бара алмайды. Біздің өміріміз шығатын жолы жоқ қараңғы туннель сияқты. Қиындықтар арқылы өтіп жатқанда, біз киелі кітапқа қарай аламыз. Өйткені ол жол көрсететін жарық шам сияқты. Тәңір Иса біздің өмір мектебіміздің үздік ұстазы. Ол саған осы өмірден өтуге көмектескісі келеді. Егер сен өзіңді жаман сезінсең, жарақат алсаң, немесе апатқа ұшырасаң, Иса сенімен бірге болады және сені ешқашан тастамайды. Ол уәде береді. Қиындық көргеніңде шақыр мені, сонда құтқарып аламын сені. Ал өзің мадақтайтын боласың мені. Сыйыну төтенше жағдайларда ең жақсы қолдау болып табылады. Мұны өздерің тексеріп көріңдер. Өмір жолында сендерге сәттілік тілеймін. Тоқта, келесі шығарылымда біз саяхатымызды жалғастырамыз. Жақында кездескенше балалар, менің атым Әлия.